Адамның бас сүйегі 23 сүйектен тұратынын білесің бе? Егер білмесең, осы видеоның соңына дейін көр. Достар, қараймыз. Бас сүйегі латын тілінде краниум деп аталады. 23 сүйектен тұрады. Оны толығымен түсінуіміз үшін дәл осы схемаға қараймыз. Краниумды екіге бөлеміз: милық бөлігі және беттік бөлігі. Милық бөлігі 8 сүйектен, беттік бөлігі 15 сүйектен тұрады. Милық бөлігін екіге бөлеміз: тақ және жұп. Тақ сүйектерге маңдай сүйегі ос фронтали, торлы сүйек ос этмоидали, сына тәрізді сүйек ос сфеноидали және шүйде сүйегі ос оципитали жатады. Жұп сүйектерге екі сүйек жатады: төбе сүйегі ос париетали және самай сүйегі ос темпорали. Беттік бөлігі дәл сол сияқты тақ және жұп деп бөлінеді. Тақ сүйектерге төменгі жақ сүйегі мандибуля, кеңсірік вомер және тлясты сүйегі ос хиоидиум жатады. Жұп сүйектерге жоғарғы жақ сүйегі максилля, таңдай сүйегі ос палятинум, мұрын сүйегі ос назали, көз жас сүйегі ос лакримали,